Гүлді өсімдіктер көбеюінің алуан түрлі жолдары бар. Біріншісі, аталық және аналық өсімдік мүшелері қатысып, генетикалық өзгеше тұқым шығаратын жыныстық көбею. Екіншісі, өсімдіктер өздігінен және тұқым арқылы көбейіп, клондар түзетін жыныссыз көбею жолы. Жыныстық көбею гүлдер мен тұқымдарға байланысты. Әр гүлді өсімдіктің жетілуінің алғашқы кезеңі ерекше тартымды. Бұл тостағаншалардың ашылып, гүлдеген уақыты. Гүлдердің әрқайсысы жаңа гүлге жету үшін аталық генетикалық ақпарат сақтайтын ұсақ гүл тозаңдарын түзеді. Мұны тарату үшін өсімдік сыртқы күштердің көмегіне сүйенеді. Шөп секілді, кейбіреулері жел арқылы тозаңданады. Басқа гүлдерге қайткенде де жету үшін олар тозаңды аса көп көлемде шашады. Гүлдер арасында тозаң тарататын жәндіктерді өзіне тарту үшін орхидея сияқты гүлдердің жапырақтары түрлі түсті әрі хош иісті болып келеді. Тозаң түйіршіктері сәйкес гүлдің аналық мүшесіне жеткен кезде тозаңдану басталады. Ұрықтану мен тұқым түзілуден бұрын тозаң аналықтың мойнымен төмен түсіп, ондағы жұмыртқа жасушаларды ұрықтандырады. Өсіп жатқан жеміс ішінде тұқымдар түзілгенен соң, олар өсу үшін қолайлы орын табуы тиіс. Тұқымдар желмен, сумен, жануарлар арқылы немесе тез өсіретін тыңайтқыштарға түсу арқылы таралуы мүмкін. Өсу үшін барлық тұқымдарға су, оттегі және қолайлы температура қажет. Осындай жағдайда гүлденуі басталады. Тұқым ішіндегі кішкентай ұрықтан тамыр шығып, одан өскін пайда болады. Жапырақтар шығып, фотосинтез арқылы қоректену басталғанша, тұқымның өсуін бойындағы қорек қоры қамтамасыз етеді. Осылайша, өсімдіктің өсу кезеңі қайта басталады.